Биыл күзде кезектен тыс президент сайлауы өтеді, ал келесі жылдан бастап бала күтіміне берілетін төлемақы мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға ұзартылды. Сондай-ақ 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұлттық қор балаларға құрылатын болды. Яғни әр балаға жинақтаушы есеп шот ашылып, ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% аударылып отырады. Халықтың көкейіндегісін дөп басқан осындай жаңашыл бастамалар бүгінгі президент жолдауында айтылды. Бұл жолдау Қасым-Жомарт Кемелұлының президент лауазымына кіріскеннен бергі 5-ші жолдауы болып отыр. Мемлекет басшысының бүгінгі жолдауы қоғамның барлық әлеуметтік экономикалық маңызды салаларын қамтыды. Оларды тиімді реформалау, жаңа Қазақстанды табысты құрудың бірден-бір кепілі. Ұлттық қордың қаржысын тиімсіз жұмсау тоқтатылады. Бұл өте өзекті мәселе. Қордың қаражатын аса қажет инфрақұрылымды дамытуға және еліміз үшін маңызы зор жобаларды қаржыландыруға жұмсаймыз. Бюджет үдерістерін барынша жеңілдету қажет. Мемлекеттік органдардың игерілмеген қаражатты келесі жылға қалдыруына мүмкіндік беру керек. Сол арқылы олар ақшаны бюджетке қайтарудың тиімсіз тәртібінен құтылады. Сонымен бірге бюджетке қатысты тәуекелдерді басқару жүйесін іске қосу керек. Бұл жүйе квазимемлекеттік секторды да қамтуға тиіс. Біз салық түсімін өңірлердің өзіне бере бастадық. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Халық қатысатын бюджет жобасы тиімді іске асырылып жатыр. Оның ауқымын кеңейтіп, жобаға аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдарды тарту керек. Тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы қаржысының кемінде 10% қайда жұмсалатынын қоғамның өзі айқындауға тиіс. Жарияланған шешімдердің басым бөлігі жас буынның өмір сүру сапасын арттыруға арналды. Атап айтқанда декреттік төлем мерзімін ұзарту, ұлттық қордағы қаржының бір бөлігін балалардың есепшотына аудару, білім алу үшін жеңілдетілген несие беру сынды мәселелер жұртшылық назарын иеленген етті. Президент сонымен қатар синтетикалық есірткімен күрес және отбасылық тұрмыстық әлімжеттілік жасайтындарға жазаны күшейту мәселелерін де назардан тыс қалдырған жоқ. Бір сөзбен айтқанда, жолдауда айтылған реформалар еліміздің табысты болашағын айқындайтын нақты әрекет жасаудың айқын нұсқаулығы болмақ. Мына біздің қазір президентіміздің жолдауына өте қуанышып отырмыз. Көп нәрсені бала туралы, бір жасарға туралы, бәрін ата-енесін бәрі қуанып отыр. Оны кейін жаңа 18-ге келгенше балдарынан несін өте орынды, өте жақсы. Жер мәселесін айтқаннан кейін халыққа жақсы. Жер қайтарылған, халыққа да жер болады, халыққа да көгереді. Орындар болады, әйтеуір бәрі қуанып отырмыз. Біздің президентіміз несен тілдігіне. Президенттің ұнағаны, мына иман жүзді, халықтың жағдайын ойлаған президентке өте рахмет. Мына балдардың қамын ойлап, мына келешектегі болашақтың балдардың қамын ойлап, соны ойлаған адам, мына ауызбіршілікті ойлаған, бірлік болмай, тірлік болмайды балам. Бірлік болса, тірлік болады, ынтымақ болса, бәрі болады. Біздердікі тек тілеуші ғой. Сол жастарымыз аман болса, әйтеуір жақсы, жыламай, сықтамай күн көрсе, тарих болса, аңсаған армандарына жетсе, сол аңсаған оқуларына оқыса, мысалы, әлі жетіспеушілік көп. Асты-асты, мұсылманшылық асты-асты Құда қаласа. Өте ризамыз патшаға. Рахмет. Жиын соңында Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс мерзімсіз президенттік сайлау өтетінін, ал келесі жылы мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлауы өтетінін нақты айтты. Соның нәтижесінде 2023 жылдың ортасында президент, парламент, үкімет сияқты негізгі саяси институттардың бәрі қайта жаңартылатын болады. Мадина Нұрланқызы, Азат Нысанбаев, Ақпарат, Жетісай ауданынан.